аш киім тағып алып өзінше болып заказға дайындалып жатқан мен кезекті бүгінгі заказыма дайындалып жатырмын. Бүгін 1 жасар қыздың туылған күніне үйінде туылған күнін жасап жатыр екен. Соған фотозонаға заказ берген мамасы. Айнара деген сұлу қыздың туған күні екен. Соған дайындалып жатырмын. Бүгін нежный сондай әдемі фотозона шығатын болады. Сағат 12-де басталады, ал мен болса 10:30-да әлі жүрмін ғой үйден, анау түгелдеп, мынау түгелдеп шыға алмай, жүгіріп, асығып, сөйтіп жүгіріп жүріп қорама көзім түсіп кетсе бола ма? Мәссаған қораның бәрі шөптер өсіп кеткен, айналада баллондардың барлығы шашылып жатыр. Жан-жағыма қарап қоймын, өлә, видеода да әдемі емес көрініп жатқан шығар деп. Енді басқа амалым жоқ. Жұмыс, заказдар алып тастаған, вообще қораға, үйге қарауға уақыт болмай жатыр. Мұрын сүртуге уақыт жоқ, қазір менде сезон. Еще арасында қанша видеолар салынбай қалып кетіп жатыр ғой, білесіздер ма? Біреуін түсірсем, біреуін түсірмеймін, біреуін түсірсем, біреуін түсірмеймін, әйтеуір амалдап жүріп бит түсіріп жатырмын ғой қазір. Машинаға заттардың бәрін түгелдеп салып алдым да зу ете қалдым. Сөйтіп той болатын үйді жарты сағат іздедім ғой, бірақ Көпжасарова деген көшені таппаймын. Өзім бір Сарыағашта тұрсам да, Көпжасарова деген көшені білмейді екенмін. Тугисқа жазам шықпайды, анау картаға жазам шықпайды. Мынау даже ориентир сұрамаппын ғой, Көпжасарова деген көше қаяқта деп. Сөйтіп әйтеуір жарты сағат болып уақытым кетті ғой. Өйтіп таптым әйтеуір. Мына жерде қорасын көріп қарап тұрмын ғой. Менің қорам қашан осындай болады екен, қашан менің үйімде елкалар өсіп тұрады, газондар өсіп тұрады деп мечтать етіп кеткенсің ғой тұрып алып. Ничего, ол жалғасы. Оған да бір күн уақыт келер. Елкаң да болады, газоның да болады деп өз-өзімді успокоить етіп жатырмын ғой. Сөйтіп, бірінші каркастарымызды құрып алдық, натяжнойымызды тарттық, сосын кейін далада болады екен. Клиентке ләжі болса, күн түспейтін жерде тұрғаны жақсы, себебі шарлардың түсін беріп қоймасын деп, көлеңке болатын жерде тауып алдық та, сол жерге қоя беріңіз дегеннен кейін құрастырып сол жаққа апардық. Сосын кейін барып шарларын үрлей бастадым. Осындай нежный кремовый цветпен ақ цветті комбинировать ететін боламыз. Сосын кейін үстіне золото 5 тюмдықтарды қойып шығамын. Шар бизнесі курсымды сұрап жатқан қыздар, мен сіздерге очередьпен жауап беремін. Көп адамға жауап бере алмай жатырмын. Сіздер көпсіздер, ал мен бір өзімін да, еще арасында заказ істеп жатырмын. Сондықтан түсіністікпен қарайсыздар деген үміттемін. Қанша адамдарға жауапсыз қалып жатыр. Ойлаңыздаршы, бір күнде 1000 адамға жауап беру өте қиын, өте оңай емес. Ол себебі үй бар, жұмыс бар, бала-шаға бар деген сияқты. Еще арасында кішкентай қыздар жазады, 8 жасар, 9 жасар. Мен де курс оқиын деген едім, мен оны білмеймін, үлкен адам емес, кішкентай адам емес, оны білмеймін, ар жағында кім отырған. Жауап беріп, қанша энергиямды құртып, информация берем. Ақырында мен мектеп оқитын едім, мен 9 жасармын, 8 жасармын деп жазады да. Сондықтан қазір сразу айтып кете салайын, курсқа 18 жастан жоғары адамдарды ғана қабылдаймын. Одан төмен, одан кішкентай қыздар, балдар жазбаңыздар маған. Мені ұрсып жатыр демеңіздер, мені түсінесіздер деп ойлаймын. Себебі мен әрбір адамға қанша уақытым, қанша энергиям кетеді да. Так что давайте жить дружно. Бүгінгі фотозона өзіме қатты ұнады, өзі нежный, сондай әдемі үйлесті деп ойлаймын. Комментарияға жаза кетіңіздер, сіздерге қалай ұнады ма? Тиктокқа салынбай қалған көп видеоларымды мен Инстаграм аккаунтыма сторисқа салып отырамын. Сондықтан менің инстаграмыма тіркеліп, стористарды қарап жүрсеңіздер, көп видеолар сияқты салынады. Ал мен болдым, жиналып, сонымен машинама барлық заттарымды салып қайттым.